Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Әдемі презентация жасауға арналған сайтпен сіздерді таныстыратын боламын. Өзіміздің кәдуілгі PowerPoint-тың ішінде бізге ұсынылатын шаблондардың түрі өте аз. Өзімізге қажетті, өзімізге керекті шаблонды дизайнды таппай жатамыз. Сондықтан браузерге кіріп, PowerPoint Base деген сайтқа кіріңіздер. Сол сайттың ішінде шаблонның көп таңдауы бар. Мінекей олар түрлі категорияға бөлінеді: абстракция, бизнес, премия, команда, коммуникация дейді. Сондай-ақ бұл дизайндардың ішінде, бұл шаблондардың ішінде ақылы нұсқасы да бар. Ақылы нұсқасының бағалары әртүрлі: $5, $10, $15 деп тұрады. Сондықтан біз тегін нұсқасын пайдалансақ болады. Өзімізге ұнаған кез келген бір шаблон түрін таңдап аламыз. Мінекей таңдап алғаннан кейін ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін оң жағын қарасаңыздар, формат деп тұрады. Форматтың астында PowerPoint-тың атауы тұрады. Сол атауының үстін бассақ, PowerPoint біздің компьютерімізге, ноутбугымыздың ішіне жүктелетін болады. Қазіргі таңда мінекей жүктеліп жатыр. Жүктеліп болды. Енді мен ішіне кіремін. Өңдеуге рұқсат беру деген батырманы басамын. Енді біз осындағы жазулардың үстін басып, өзіміздің қажетімізше өңдей берсек болады. Мен өзімнің атымды жазайын, Марат Қани деп. Мінекей, өздеріңіз қалағандарыңызша өзгертіп, өз қиялдарыңызды қосып, әрі қарай дамыта берсеңіздер болады. Тегін нұсқалары болғандықтан, оның бірнеше түрін жүктей берсеңіздер болады компьютерлеріңізге. Енді мына жерде мен сіздерге категориялармен таныстыра кетейін. Премия, команда, медицина, наука деп тұр. Спорт, технология, туризм дейді. Мысалы, спорттың ішіне кіретін болсақ, спортқа қатысты бізге дизайндарды, шаблондарды ұсынып отыр. Кез келген біреуіне кірейін тағы да, және оны жүктеп алайын. Бұл дизайн бізге RAR файл арқылы жүктеліп отыр. Сондықтан RAR файлдың ішіне кіріп, PowerPoint-ты ашайық. Мінекей. Осындай 4 түрлі шаблон ұсынып отыр. Құрметті әріптестер, әдемі презентация жасауға арналған сайттың біреуімен таныстырдым. Алдағы уақытта сіздерді басқа да түрлерімен таныстыратын боламын. Сондықтан осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.